Бәріңе сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мына видео дейтін енді базар жоқ видео болайын деп тұр. Біздің жігіттер дейтін видео болып тұрған ау дейтінші. Қазір біз енді мына видеоны бастамай тұрып кішкене сабыр сақтай тұрайық. Ал біз бастаймыз, кеттік. Так, мына жайтты барлықтарыңыз білесіздер. Не болғанын, не істеп, не қойғанын бәрін білесіздер. Білмесеңіздер, іздеңіздер. Инстаграм бар, тикток бар. Вот соның оқиғасына енді бәрі интернетке салып жүрген ғой, бәрі таңғалып, енді бәрі уайымдап деген сияқты салып жүрген. Осындай жағдай болды деп. Солай тиктокқа, инстаграмға салып жүрген елдер. И оның астында енді комментарий дейтін нәрсе бар ғой. И соған еркектердің санасыздығы ма білмеймін, былай жазып жүрген ғой. Қазір мен айтып беремін. Егер ол видеоны көрмесеңіздер, айта кетейін. Оқиғаны айта кетейін, видеоны өздеріңіз іздеп болсын, немесе рекомендацияда шығуы мүмкін сіздердің алдарыңызға. Білеспесем, Ақсу ауданының бір еркегі наркотик шегіп, өзінің әйелін атқа сүйреген, ойлаңыздар, атқа байлап сүйреген. Мә достар, мынау енді жаман жаңалық болып тұр, кәдімгідей. Серхан өйстіп жазып жіберген ғой. Достар, енді бұл санасыздыққа не деп айтамыз енді. Мүмкін енді кішкене басың істемеуі ма, басқа біреуден екенін шығар ана бала дейді да. Достар, енді мынау дейтін сұмдық басқа біреуден болсын, по-любому бала баққандық ғой, тапқандық емес. Мә енді достар, енді мына Серхан дейтін кісіге не айтамыз енді. Ол ма дейсіздер ма, Ерасыл дейтін бір кісіміз бүйтіп жазып жүрген ғой. Достар, кешіре салатын шығар, ақшасы көп адамның соты жеңіл болады деген ғой, бір деп жазған. Мен оны қатты жаттап алған жоқпын. И астына ютубқа соты шыға ма деп жазып жүрген ғой. Достар, не күлерімді, не жыларымды білмейсің ғой. Бұндай санасыздарды не дейміз енді. Кешіре салатындай біз енді босқа жүреміз ғой, кешіре салат деп. Сіздер жаза беріңіздер, ел жұртқа позор болып, ал біз сіздердің жазғандарыңызды тағы да позор қылып біз шығара береміз. Қараңыздар. Дұрыс істеді деп жазып жүрген ғой, ойлаңыздар. Дұрыс істеді. И тағы да бір ұятты бір дүние жазып жүрген ғой. Біреудің ұятты жерінде бұл кісінің несі бар. Достар, енді шатырың таяд, бірақ соны да сіздер жазыңыздар, біз сіздерді шығарып позор қыламыз. Үйтіп жазып отыр, санасы төмен деген сияқты. Достар, қараңыздар, енді мынау не сұмдық. Сәбит дейтін кісіге не айтамыз? Соған тұрарлық қатын шығар может дейді. Сонда оның қарындасы, бір әпкесі деген сияқты жоқ па? Әрине, Сәбит дейтін кісіге осыдан кейін біздің жынымыз келгені бар енді. Достар, ойлаңыздар, бір адам бір рет қана жазып қоймайды екен, 2 рет жазады екен. Мына Серхан дейтін кісі тағы да өйстіп жазып жүрген ғой. Достар, мына кезде енді санасыздық емес, білімсіздіктің жоғы ғой мынау дейтінші. Білімсіздіктің жоғы ғой, негізі бар емес па? Ойлаңыздар, мүмкін бала басқа біреуден екенін біліп қойған шығар дейді. Ол қайдан біледі, ол қандай ситуация болғанын. Достар, енді мына адамға айтарым мүлдем жоқ енді. Мынадан кейін, мына жайттан кейін, мына 2 рет жазғаннан кейін айтарға не айтасың? Өйстіп 2 рет жазғаннан кейін не айтасың бұл кісіге? Ито достар, прикиньте, сұмдық адам шошитындай дүние болып жатса, бір кісі үміткер жайлы айтып тұр ғой, ойлаңыздар, Абзал дейтін кісі. Ол кісі енді көріп тұрғандарыңыздай
қалталы жігіт болып тұр ғой деп бір қалтасын ойлап жатыр ғой ана кісінің. Ал мына жерде бір сұмдық адам шошитындай дүние болып жатыр. Ал мына кісі қалталы жігіт болып тұр ғой деп жазып жүрген ғой. Мына кезде енді кәдімгідей шатырым тайды енді. Прикиньте достар, айта кететін жайт, ол кісінің аяғы, естуімше аяғы ауыр болған сол әйелдің. Аяғы ауыр бола тұра, ана кісі, яғни күйеуі атқа байлап өлтірген ғой, тағы да ұрып соққан. Енді бұл жайт енді бір қатты бір қорғатындай дүние болған соң, енді біз не істерімізді білмей қалдық. Даже міне біз өсіп келе жатырмыз, тұрмыс құратындай дүние жеткен кезде біз андай кезде енді қалай тұрмыс құрасыз? Неғып айтып отырсын деп айтып жатсаңыздар, оны білмейтін адамдар да бар. Енді мен білмейтін, оқымаған, ақпаратты регінен болсын шықпаған адамдарға айтып отырмын, чтобы так осындай еркек барын. Ол кісі әлі де өмір сүріп жатыр. Сот қашан болатыны белгісіз. Егер сол адамның соты болса, міндетті түрде көріңіздер деймін. Тағы айта кететін жайт, ол әйелдің 2 жасар қызы болған, яғни баласы болған 2 жасар. 2 жасар баласы бола тұра, ана еркек сол баласының көзінше ана әйелді ұрып соққан ғой. Достар, қазақ десең өзіңе жетті. Әрине осы жайттан кейін барлық комментарийдің адамдары сен әкім болмай-ақ қой, сен әкім болсаң қазақты да сүйреп өлтіретін шығарсын деп жауап берді. Ойлаңыздар, негізі орынды жауап. Шынымен ол кісіге әкім болып керек емес, әкім болып та жарытпайтын сияқты мына ісінен кейін. Әйтсе ол кісі әкімдік болуына үміткер тастаған екен. Достар, мына жерде әйелдің өзін кінәлап тастайтын адамдар да бар екен. Нұртілек. Достар, енді мына Нұртілекке бір нәрсе деп айтыңыздаршы. Есімі Нұртілек. Өте әдемі есімді, бірақ жазып отырған тірлігі болмады. Бұл еркек өзі қайда өзі деп жатсаңыздар, қамауда. Мен сөйтіп естідім, қамауда жатыр деп жазып отқан адамдардың, яғни көбісі еркек. Жазғандары аз ғой деп жатсаңыздар, мынаны қараңыздар, әлем жазып жүрген ғой мына кісі дейтін. Енді мынаны күліп жазып жерді, көріп тұрсаңыздар, не дейміз еді мына кісіге. Сарыйто, сол әйелдің аяғы ауыр болған, мен оны бағана айттым ба, айтпадым ба, есімде жоқ. Өйткені мен 1045 видео түсіріп жатырмын. Аяғы ауыр болған, сонда ана еркек бір емес 2 адамды азаптап өлтіріп отыр ғой, ішіндегі баласы мен әйелдің өзін, яғни әйелін. Так, мыңдаған сообщение болды. Шыны керек. Енді мына ситуация өте қатты ауыр. Даже не айтып, не қоярымызды да біз білмейміз. Комменттің көбісі әйел адамдар, әрине әйелдің жауы әйел деп айтушы еді, бірақ мына жайтта әйел адам әйелді жақтасты ғой. Достар, көбісі әйел қауымы қорғап жазды, неге үйтеді, бүйтеді. В общем, әлем сообщение, 1045 сообщение бар еді, 1000-нан да асады. Комментарийде көбісі айтты, ату жазасына беру керек деп. Мен де солай ойлаймын, ату жазасына беріп, сол еркектің көзін құрту керек деп. Өйткені бұл еркек қоғамға да, адамға да пайдасы жоқ деп ойлаймын. Әрине кейбір еркектер, санасы төмен еркектер бағана мен көрсеткен, енді оларға сана берсін деп айтамын. Ал енді қорғаштап жатқан еркек азаматтар және де әйел адамдарға мен қыз басымен көп рахметімді айтамын. Тіпті алғысымды білдіремін. Ал енді осы видео тәмам. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған мен Назерке блогер арнасы. Ал келесі кездескенше аман, сау, саламатты болыңыздар.